Алдымен біз Google браузерді ашамыз, сосын іздеу жолында Gemini деп жазамыз. Бірінші шыққан ресми сайтқа кіреміз. Бұл Gemini платформасы. Енді маңыздысы, бұл жерде бөлек регистрация жасау міндетті емес. Егер сенде Google аккаунт бар болса, тек қана аккаунтымызды таңдаймыз. Болды, бірден кіріп кетеміз. Яғни ешқандай қосымша тіркелу, пароль ойлап табу қажет емес. Кіргеннен кейін чат ашылады. Сол жерде біз сұрағымызды жазамыз. Мысалы, Қазақстан табиғат туралы мәлімет бер және сурет көрсет деп жазамыз. Сонда ол бізге мәтінмен бірге суретті де көрсетіп береді. Қысқаша айтқанда, Gemini тек мәлімет беріп қана қоймай, сонымен қатар суретті де оңай тауып көрсетеді, яғни визуалды түрде де ақпарат береді. Сонымен бірге ол интернетпен байланысқандықтан кейде ақпаратты тезірек жаңартып отырады және есте сақтау іздеу мүмкіндігін кеңірек болып келеді.